Резервациядағы үндістер мен қазақ балалары қандай байланыс? Қазақ әйелі баласынан неге 7 айдан кейін жерінді? Табиғат ана адамзатқа неге ашулы? Oui, il reste des étapes à faire, mais oui, cet enfant-là, je suis maman. По всему миру существует проблема по деторождаемости. Bonjour Kazakhstan. Kazakhstan Salim. Канада парламенттік жүйесі бар, конституциялық монархия орнаған мемлекет. Елизавета II билік жүргізеді. Ал британдық патшайымның елдегі ресми өкілі генерал-губернатор. Оны премьер-министрдің кеңесімен тағы да сол королева тағайындайды. Әлем бойынша жер көлемі жағынан 2-ші орында. Дегенмен халық саны біздегідей территориясына сай емес. Адам қарасы негізінен иммиграция есебінен өсуде. Канадалықтар асырап алған шетелдік жетім балалары да демографиялық жағдайға үлес қосуда. Олардың ішінде қазақ балғындары да бар. Сәлеметсіздер ме? Бұл шетелдегі қазақ балалары жобасы. Ендігі кезек Канада. Канада солтүстік Америкадағы мемлекет. Атлант тынық солтүстік мұзды мұхиттарымен шайлады. Канаданың өзегі француз колониясынан бастау алады. Ағылшын және француз ресми тіл болып саналады. Халқының саны жөнінен 37-ші орында, 34 миллионнан астам адам. Канада сөзінің түп төркіні үндістердің иракез тайпасының елді мекен деген мағынаны білдіретін Канада сөзінен шыққан. Қазіргі уақытта Канада 10 провинция мен 3 аумаққа бөлінеді. Елде 43 этникалық топ бар. Ата-бабалары колонизация кезінде келгендер өздерін канадалықпыз деп санайды. Сосын өздерін ағылшын, француз, шотландық, ирландық, неміс, итальяндық санайтындар. Қытайлар, украин, голландық, поляк, орыс ұлтының өкілдері өмір сүреді. Ал байырғы ел үндістер тек 3,8% ғана. 2006 жылғы санаққа сәйкес Канада аумағында 732.520 адам тізімге алыныпты. Осылайша Христофор Колумбтың Американы ашқан 1492 жыл мен 20 ғасырдың соңына дейінгі кезеңдегі еуропалықтардың отарлау үндістерді айуандық пен қанау саясатында 15 миллионнан астам үндіс геноцид құрбаны болған. Ал қанқұйлы тірліктен тірі қалған халықтың үрім-бұтағы резервацияларда. Резервацияда шоғырланған үндістер осы сөзді естігенде көз алдымызға мүлдем басқа көрініс елестейтіні белгілі. Міне біз тұрған жер резервация деп аталады. Үндістер осы жерде шоғырланған. Үндістердің иракез деген тайпалары. Қарапайым үйлер, көлік, барлығы қазіргі заманға сай. Бірақ канадалықтармен салыстырғанда үйлері әрине жұпыны. Өздерінің заңдары бар, өздерінің кеңестері бар, тіпті өздерінің құжаттарына дейін бар. Көпшілігі ішімдікке салынып кеткен. Тек үндістер тұрақтаған резервацияларда ғана алкоголь мен темекі өнімдеріне салық салынбайтындықтан бағасы төмен. Колумбтың замандағы қырып-жою қырғынның қалдығы осылай жалғасуда. Астыртын саясат үндістердің ұрпағын аздыруға бағытталған. Кесірлі кесапаттың тағы бір көрінісі. Биылдан бастап Канада билігі резервациялардағы мектептерде үндістердің өз тілін тануына тыйым салмақ. Бұл үндістердің өшпенділігін одан сайын үдетуде.
Резервациядағы жемтік іздеген үй жануары, ал Канаданың ішінен қаңғып жүрген итті көрмейсің. Жерінен, тілінен, мәдениетінен айырылған үндістердің қазіргі тірлігі де еріксіз осы ит өмірді елестетеді. Олар да өз жерінде қаңғып қалды. Мичиган университетінің генетикалық зерттеулеріне сәйкес үндістердің арғы ата-бабалары Америкаға Азияның солтүстік шығысынан қоныс аударған деген теория бар. Үндістердің қазақ тілімен үндіс мағыналы сөздері де, мәселен, бір ғана каяк, қайық, солай деуге дәлел сияқты көрінеді. Енді сол ұзақ мыңжылдықтарға созылған ұлы көштен кейін сол үндістердің жеріне қазақ ұрпағы да келе бастады. Бұл жазмыш па, кездейсоқтық па, жаһандану ма? Ойлануды өздеріңізге қалдырамын. Мына сүйкімді балақайдың әлі қазақ елінен кетпеген кезі. Бұл Тараз қаласы, балалар үйі. Бұл жерде Ерзат 2,5 жаста. Тілі қазақша шыққан балғын, мына түрі бөтен французша сөйлеп жатқандардың тілін түсінбейді әлі. Ал олар оны ойыншықпен алдап, өздеріне қаратудың, жақындастырудың амалын жасауда. Қазақстанға бала асырап алу үшін келетіндер осылай қазақ баласымен оңаша қалады. Бүлдіршіннің өздеріне үйренісу үшін заң бойынша біраз уақыт өткізуге міндетті. Сосын өздерімен алып кетеді мәңгілікке. Міне, балалар үйінің тәрбиешісі қазақ баласын канадалықтарға табыстады. Bonjour. C'est toi ça, hein? C'est toi ça. Qu'est-ce que tu faisais avec la balle? Après, on va regarder celle-là. Tiens, celle-là. Енді бұл ескі бейнетаспадағы естеліктер де Ерзаттың есіне еш нәрсе түсіре алмайды. Ол үшін оның Қазақстандағы күндері келмеске кеткен. Оның 2,5 жасқа дейінгі Қазыналы Тараз қаласындағы тірлігі архивке айналды. 2007 жылдың көктемінде дүниеге келген сәби биыл 7-ге толады. Балалар үйінде бізге ол қазақша сөйлейді деп айтты. Онымен тәрбиешілер қазақша сөйлесіп түсінісіп жататын. Бірақ біз келгенде ол көп сөйлемеді. Сондықтан біз онымен бірден французша сөйлесе бастадық. Ол тез үйреніп кетті. Қазір тек французша сөйлейді. Мен Қазақстаннан келгенде бойым осы жерде болған. Қазір мына жерде өстім. Мынадан асып кетсің, е? Мына жерге кепсің. Бойың тез өседі екен, е? Жалпы Қазақстанның Канададағы елшілігінің консулдық бөлімінде 242 қазақстандық жетім бала тіркелген. 1 жастан 16 жасқа дейінгі әзірге Қазақстан азаматтары болып саналатын балалардың ішінде қазақ, орыс, әзірбайжан, татар және бір моңғол ұлтының өкілі де бар екен. Олардың бәрі алып елдің түкпір-түкпіріне шашылып кеткен. Негізінен 40%-ға жуық Квебек провинциясында өмір сүреді. 30%-ға жуық Онтарио провинциясында орналасқан. Және 20% Британдық Колумбия провинциясында, және 5% Манитоба және Альберта провинцияларында өмір сүреді. Гага конвенциясын ішкі заңдылықтарға сәйкестендіріп ратификациялаған соң, яғни 2013 жылы халықаралық бала асырау процесі қайта басталғанда, канадалықтар 4 бірдей сәбиді елден алып үлгерген. Оралдан, Қызылжар мен Керекуден келген бүлдіршіндердің 2-і Торонтоға, 1-і Монреаль, тағы 1-і Оттава қаласына қоныстаныпты. Қазақ елінен балалы үміткер тағы 15 Канада азаматы консулдық тіркеуге тұрыпты.
По всему миру существует проблема по деторождаемости. Мы как бы спрашивали различное мнение, почему это происходит. Бүкіл әлем бойынша бала көтере алмау проблемасы өршіп барады. Оған ешбір маман нақты себеп айта алмайды. Білім алу, карьера жасау, материалдық жағынан аяққа нық тұрғанша сақтау үшін медикаменттер қабылдайды. Ал сәби туралы кеш ойланады. Уақыт аяғанда 30-дан 40-тан асқанда адамның ағзасы дәріге бейімделіп кеткен соншалық көне қоймайды. Мүмкін бұл қоршаған ортаға байланысы шығар. Табиғатта бір өзгеріс бар. Әйелдер бала көтеру қабілетінен айырылуда. Бұл тенденция барған сайын қатты байқалады. Баланы көп күткенде, сосын арманыңа жетіп, ата-ана атанғанда, мен ойлаймын, бұл жерде өзіңді өзің ұстау, жыламау өте қиын. Біз баламыз болған қатты қаладық. Ана болғанымды түсіну, сезіну мен үшін ең үлкен бақыт болды. Содан кейін де көз жасымды тоқтату мүмкін емес. Қазақстанның туы бар менде. Мен Қазақстанда туылғам. Барғым келеді. Bonjour Kazakhstan. Kazakhstan salam. Оны бірінші рет балалар үйінде көргенімізде ол мына киімде болды. Ол кез есімімізде мәңгі қалады. Көзіме жас келе берді. Қазірде біз сол жылдарды жиі есімізге аламыз және баламызға айтып отырамыз. Бұл заттар бізді Қазақстанмен байланыстырады. Cette photo-là va rester gravée dans mes mémoires toujours. Les différents bazars, les différents marchés, puis on a trouvé ce livre-là sur le Kazakhstan. Ал мына кітапты біз Қазақстанда сатып алғанбыз. Лиам үшін. Мұнда қазақ халқына қатысты мәліметтер үш тілде берілген. Оның түп тамырын ұмытпау үшін өте маңызды бұл оқулық. Қазақ баласын қазір ешкім Ерзат деп атамайды, өйткені ол оның тек екінші есімі болып қалды. Ернінің үстінде әдемі меңі бар балақай ендігәрі Лиам Пелетти. Ал асырап алғанда берілген туы туралы куәлігінде оның тегі Сүйіншібеков деп жазылыпты. Оның туған әке-шешесі жайлы көп нәрсе білмеймін. Мен оларды көрген жоқпын. Бірақ мен естідім. Олар баланы 7 айлығында қалдырып кеткен. Анасы мен әкесі шамамен 27-28 жаста болған деп айтты бізге. Әзірге ол еш нәрсе сұрамайды. Биологиялық ата-анасы туралы. Біз оған сені туған анаң бар және сені өсірген анаң бар деп айтамыз. Вот в Казахстане это же вообще очень сильно развито, что девочка не может привести, от нее могут отказаться родители. Мы слышали такие истории. Конечно, для них это очень странно. Канадалықтар түсінеді, әр халықтың менталитеті әртүрлі. Дегенмен олар жоспарсыз бала көтеру, оны тастап кету дегенді бәрібір қабылдай алмайды. Мен балаларын тастап кететін қыздарды айыптай алмаймын. Жас кездерінде қалдырса, оның өзіндік себептері бар. Бұл орайда отбасы дұрыс жұмыс істеуі қажет. Ұл қызына бағыт-бағдар көрсету Со школы, ведь они же со школы знают с 13 лет, с 11, что такое концентраптивы. Мектептен бастап ашық айтылады. Алдын ала сақтану препараттары мектепте тегін таратылады. Балаларға түсіндіріледі. Ең дұрысы есейгенде бастаған дұрыс. Бірақ ондай жағдай бола қалса, онда таблетка ішу керек деп еш нәрсені бүкпей айтады. Кейбіреулер үлкендерге тән өмірді ерте бастаулары да мүмкін, 14, 15, 16 жаста. Бірақ олар бәрін біледі. Ал ата-анасынан қорқып, туыстарынан ұялып баланы тастап кетеді деген нәрсеге канадалықтар таң қалады. Отыз жасына дейін алматылық болған Анна Шейманның өзі де қызымен әлі күнге мұндай тақырыпта ашық сөйлесе алмаймын, туғаннан қазақ жерінде тұрғандықтан сол менталитет мағанда сіңген дейді. Дегенмен де осының бәрі имансыздықтың кесапаты екенін сенімі бөлек әйел айтпады. Біз Канада емеспіз, біз Америка емеспіз, біз Қазақстанбыз.
Біздің өзіміздің қалыптасқан салт дәстүріміз бар. Өзіміздің қалыптасқан имандылық канондары бар. Егер біз олай рұқсат етіп қоятын болсақ, Канадада, Америкадағыдай, онда ол біз өз қолымызбен ол нәрсеге өзіміз рұқсат беріп тұрғандай болып шығамыз. Өзіміздің салт дәстүріміз бойынша баланы жыныстық қатынасқа емес, жұбайлық өмірге, болашақ әке болуға, болашақ ана болуға біз тәрбиелеуіміз керек. Анна Шейманның негізгі мамандығы педагог. 1995 жылы отбасымен бірге Канадаға қоныс аударған. Мұнда келген соң ол канадалық бедеу әйелдер мен белсіз еркектерді бақытты ету үшін халықаралық бала асырау бизнесін бастайды. Осылайша шетелдік агенттіктерді аккредитациялауға байланысты Қазақстанда соңғы уақытта жүргізілген есепте де ресми тіркелген Альянс де Фами де Квебек мекемесінің ашылғанына 10 жылдан асыпты. Ал Анна Шейманға бұндай идея қайдан келді? Әрине Қазақстаннан. Қазақ топырағында туып өскен әйел елдің ішіндегі жағдайды жақсы білді. Оның айтуынша шет мемлекеттер біздің елден 1989-дың соңы мен 1990 жылдың басынан бастап бала алуды бастаған. Ал еліміздегі балалардың құқығын қорғау комитетінің ресми мәліметінше, қазақстандық жетім балалар 1999 жылдан бастап қана шекара асқан саналады. 300-ден астам канадалық отбасы бала асырап алу кезегінде тұр. Бұл тек қана Квебек провинциясы бойынша және тек қана бір агенттіктің есебі. Ал жалпы Қазақстан бойынша жұмыс істейтін әлі 4 агенттік бар. Канаданың ішіндегі жағдайды канадалықтан асып ешкім білмейтінін әрі бастаған істі дөңгелетіп әкету үшін Анна Шейман агенттіктің басқару тетігін Қазақстаннан бала асырап алған канадалық Бриджит Ляпансеге ұстатыпты. Жалғыз басты әйел Шымкент қаласынан өзбек пен орыс шатыс қызды бауырына басқан. Мына суреттегі бейне өмірден сыңарын таппаған жарым көңіл жанның жалғыз жұбанышы. Бриджит Ляпансе бұл іспен айналысудағы негізгі мотивация ұрпақсыз адамдарға бақыт сыйлау болды дейді. The dream of family. I myself adopted a child because I cannot give birth. Мен де отбасымның болғанын қаладым. Өзім бала көтере алмаған соң асырап алдым. Бала туған жерінен жырақта бақытты бола ма, елін сағына ма, бұл жағын әлі білмеймін. Мен қызымды кішкентай кезінде алдым. Сондықтан әзірге бұл сұрақтың жауабын айта алмаймын. Бірақ бір білетінім, қандай жағдай болмасын балаға өзінің түп төркіні жайлы әрқашан айтып отыру керек. Есінде сақтауына күш салу қажет. Мен ойлаймын, балалардың жетімдер үйінде өскені өте аянышты. Көз алдыма елестетсем денем түршігеді. Олар ондай мекемеде болмаулары керек. Әрине басқа елдермен салыстырғанда Қазақстандағы балалар үйлерінде сәбилерге жақсы жағдай жасалады. Бірақ бөбектер балалар үйінде өспеуі тиіс. Балалар үйі деген түсінік жоқ, дамыған мемлекеттердің қатарына Канадада кіреді. Бұл елде Еуропа мен ақш-тағы сияқты патронаттық жүйе жақсы дамыған. Мәселен, канадалық азамат Канаданың ішінен бала алғысы келсе, 12 жыл күтеді. Өйткені елдің ішінде жетім бала жоқ. Сондықтан ұрпақ сүйгісі келген азаматтар халықаралық бала асырау вариантын таңдайды. In Canada, I do not have Баласын ұрып соққан жағдайда немесе жаман жолға түсіп кетсе, оларды сот шешімі бойынша ата-ана құқығынан айырады. Ал бала патронаттық жүйеге өтеді. Жетім қалмайды. Дереу басқа отбасыларға орналастырылады. Тұрмысқа шықпай бала туу, оны тастап кету деген, жалпы жалғыз басты ана атану деген оқиғалар бізде болмайды. 10 жылдан 15 жылға дейін кезекте тұрған адамдар бар бала алу үшін. Қай жерінен қостың мына? Мына бала канадалық отбасына құт болып орнады. Ұзақ жыл ұрпақ сүйе алмаған жұп осы қазақ баласын асырап алғаннан кейін деген жағдайға тап болды. Таңғаларлық оқиға. Міне мына қыз туылды. Popcorn, mayo, soufflé. Cheese? No? Тағы бір қыз баланы ма, ұл баланы ма бағып алайық деп ойлағанбыз. Мұндай ғажайып оқиға болады деп ойлағанда жоқпыз. Лиам Ерзатты Канадаға келген соң, бір жыл өткенде әйелімнің аяғы ауыр екенін білді. Қатты қуандық.
сөйтіп Лиамның кішкене қарындасы дүниеге келді. Қызымыз туылғаннан кейін де еш нәрсе өзгерген жоқ. Баланы өзің өмірге әкелу мен басқа баланы тәрбиелеу екі бөлек нәрсе. Бірақ мен үшін екеуі тең. Бөлмейміз, екеуін де бірдей жақсы көреміз. Дәрігерлердің бала болмайды деген диагнозын теріске шығарған бұл бірінші оқиға емес. Бельгияға, Америкаға сапарымда өмір бойы бір перзентке зар болып, қазақстандық балғынды асырап алғаннан кейін ғана шетелдіктердің балалы болған оқиғаларына куә болып едім. Жаратушының құдіреті шексіз. Бұл менің қобдишам, алтын тиындар, тіпті гауһар тастар да бар. Достарыма тосын сый жасау үшін жинаймын. Сосын қарақшылар келгенде алтын беремін. Бізде сондай мереке бар. Тараздық жігіт әлі ойын баласы, әзірге ол еш нәрсенің байыбына барып жатпайды. Мүмкін сананың бір саңлауларында туған анасының үні қалған да шығар. Қанша дегенмен 7 ай баққан ғой бөбегін қазақ әйелі. Ал оның перзентін бірден тастап кетпей неге 7 айдан кейін ғана балалар үйіне өткізгені де белгісіз. 2,5 жасында аса білінбей тұрған меңі қазір қоюлана түсіпті ерзаттың. Туған анасының бұл белгіні ұмытуы мүмкін еместей көрінеді маған. Канадалықтар Лиам деп атап кеткен қазақ баласы сондай ақылды. Мен өскенде өрт сөндіруші болғым келеді. Адамдарды құтқарғым келеді. Балалар өрттен кетпеу үшін оларды тауып құтқарғым келеді. Егер біз тамақ жасап жатып, оны өшірмей кетіп қалсақ, өрт шығады. Сол үшін үйден шығарда үнемі тексеріп жүру керек. По требованию Казахстана родители должны присылать отчеты каждый год до 18 лет. Первые 3 отчета, Қазақстаннан бала асырап алғаннан кейін канадалық отбасылар әлеуметтік қызметкердің қадағалауымен 3 жыл бойына әр 6 ай сайын баланың өмірі туралы есеп беруге міндетті. 3 жыл өткеннен кейін ғана ата-аналар мәліметті өздері жазып, оған баланың 6 суретін қосып бізге жолдап отырады. Родители должны описать баланың денсаулығын, ақыл-ойының жетілуі, психоэмоционалды жағдайын, оның өмірінде қандай маңызды оқиғалар болды, жаңа отбасына қалай үйреністі, достары бар ма, оқу үлгерімі қандай, бәрін баяндауға міндетті. Біз бұның көшірмесін жасап Қазақстанға жібереміз. Қазақшаға аударылған соң құжат қайтадан бізге түседі. Содан кейін оны ресми түрде рәсімдеп, есептің түп нұсқасын, аудармасын қоса салып, Қазақстанға балалардың құқығын қорғау комитетіне жолдаймыз. Қазақстаннан асырап алынған балаларға қатысты барлық есеп агенттікте сақталады. Оттавадағы Қазақстанның елшілігіне де жібереміз бір нұсқасын. Тағы біреуін Канададағы халықаралық бала асырау істері жөніндегі хатшылыққа жолдаймыз. Мұхит асқан қазақ балаларының өмірі қатталған мынау өте құпия құжаттар. Мұнда бүкіл Канаданың аумағына таралып кеткен қазақстандық 242 ұл мен қызға қатысты барлық ақпарат жинақталған. Өзіңіз көріп тұрғандай, біздің назарымыздан бірде бір бала тыс қалған жоқ. Барлығы 240 бала. Барлығы бақылауда. Барлығы бақылауда. Ата-аналар балаға қатысты бір нәрсені жазып, жалған есеп береді деп ойламайсыздар ма? Вы знаете, как бы прослеживаем это. Олай болуы мүмкін емес. Біз Қазақстаннан бала асырап алған отбасыларын үнемі қадағалап отырамыз. Жиі кездесеміз. Жылына 3-4 рет. Канада асқан қазақ балаларының осы елдегі өмірі осы құжаттарға сыйып кетіпті. Біздің бүлдіршіндердің даму туралы есептері де барлығы жазылған. Міне асырап алынған кездегі аты жөні толық жазылыпты. Рахмашева Әсемгүл Қуанайқызы. Канадалық атанған соң Лаваль Селена болып шыға келген. 2007-де 1 мамырда туылған. Оралдан Квебек провинциясына 2008-де келіпті. Бағып алған ата-ананың аты жөндері, атқаратын қызметтері, діни наным сенімі де көрсетілген. Енді Оралдан шыққан мұсылман болып туылған қазақ қызы да католик болды деген сөз. Осылайша ата-баба діні сетінеуде. Әсемгүл шетелге ағылып жат ағымға өткен қазақ балаларының ішіндегі алғашқысы да, соңғысы да емес.
Онион? Пияз. Пияз. Пияз деш? Пияз. Пияз. Иә, пияз. Карбыз. Кабус. Карбыз. Кадабус. Карбыз. Мынау не? Батат. Фуршет. Күрек. Кудик. Күрек. Иә? Мынау? Батат. Мынау? Шен. Күшік. Күшік. Иә. Не бар мына жерде тағы да? Міне, Лиам, мынау не? Корне. Балмұздақ. Балмұздақ. Бамуздақ. Иә, балмұздақ. Фрикт. Тағы да айтшы? Тардепч. Кәмпит. Кәмпит бұл. Қайсы? Бұл не? Бұл не? Апул. Алма. Алма. Ерзат Қазақстанға қайтып оралса, Канадаға келіп французша үйреніп кеткені тәрізді. Ана тілінде тез-ақ алып кететіні байқалады. Әлсіз де болса үміт оты жылтылдап қоя берді, бірақ маздаған жоқ. Кішкентай балалар бәрін тез қабылдайды, олар ақ қағаз сияқты, не жазсаң, соны оқисың. Ерзат өскенде өзін 7 ай емізген анасын іздей ме екен деген сауалда көкейді мазалап қоймады. Oui, pour moi, je sais que Liam... Бұл біз үшін айтарлықтай проблема емес. Барлығы Лиамның шешіміне, таңдауына байланысты. Ер жеткенде еліне қайтқысы келсе, немесе ата-анасымен кездесуді қаласа, бұны жақсылыққа балаймыз. Онда оның 2 анасы, 2 әкесі болады. 4 әке-шешеден құралған үлкен отбасы болады. Liam. Қазақ дегенде құлағымызға ат дүбірі естіледі. Ен далада жайылған үйір жылқы елестейді. Осылай дегенмен біз Канададан жылқы етін сатып аламыз, ал Канада Қазақстаннан мұнай, уран, Каспий теңізіндегі балықтан басқа Қазақстанның ең құнды байлығын алады. Ол қазақтың жалғасы, бала.